Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте оңай әрі тез жасалатын пицца дайындаймын. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Және де видеоны соңына дейін қараңыз. Біздің пиццамыз осылай әдемі жұмсақ болып піседі. Дәмі де керемет. Бізге қажетті заттар: су, шай қасық тұз, ас қасықта қант және 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Бір ас қасық дрожж саламыз және барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Егер қолыңызға қамыр жабысып жатса, 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап илесеңіздер болады. Қамыр өте жұмсақ болуы керек және жарты сағатқа жылы жерге ашытуға алып қоямыз. Дайын болған тестамызды 2-ге бөліп алдым, яғни 2 пицца шығады. Осылай пергамент қағазын жазып, қолыңызды майлап, ыдысқа жайып аламыз. Ыдысымызға жайластырып болғаннан кейін кетчуп майонезімізді 3 қасықтан қосып жағып дайындап аламыз. Ең оңай пицца маргаританы дайындап жатырмын. Бетіне помидорымды кесіп қойып шықтым. Мен помидорды теріп болғаннан кейін бірден 180 градуста қызып тұрған пешке салып қызарып пісіріп алдым. Пісуге 5 минут қалған кезінде сырымды салып ерітіп алдым. Мінекей достар, біздің пиццамыз осылай жұмсақ, әдемі, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер және комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.